Бірнеше көлік алуға бола ма? Жеңілдетілген автонесиеге қатысты 10 сұраққа 10 жауап. Бірінші сұрақ. Қазақстандағы жеңілдетілген автонесие шарттары қандай? Жеңіл автокөлікті сатып алуға несие беру мына шарттар бойынша жүргізіледі. Сыйақы мөлшерлемесі 4%, несиелендіру сомасы 10 миллион теңгеден артық емес, қаржыландыру мерзімі 7 жылдан артық емес. Бастапқы жарна 0%-дан басталады. Екінші сұрақ. Автонесие беру қашан басталады? Осы айдың аяғында жұмысты бастайды. Шешім ресми түрде қабылданды. Үшінші сұрақ. Жеңілдетілген автонесие бағдарламасына қанша ақша бөлінеді? 2027 жылға дейін жеңілдетілген автонесиеге 250 миллиард теңге бөлу жоспарланып отыр. Төртінші сұрақ. Мұндай көлік несиесі не үшін керек? Жеңілдетілген автонесие Қазақстан нарығына керек барысты механизмдердің бірі екені белгілі. Яғни Қазақстандағы 100 көліктің 64-і ескірген. Олай болса, бұл таптырмас Қазақстан халқына мүмкіндік. Бесінші сұрақ. 10 миллион теңгеден қымбат көлік таңдауға бола ма? Бағдарлама бойынша 10 миллион теңгеге дейін несие қарастырылған. Ал көлік 10 миллионнан қымбат болса, 1-2 миллионды өз қалтаңыздан төлеп несие рәсімдеуге болады. Өте қымбат көліктерге жеңілдетілген автонесие берілмейді. Көлік құралының құны 15 миллион теңгеден аспауы тиіс. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Марат Қарабаев айтты. Алтыншы сұрақ. Несие кімге беріледі? Жеңілдетілген автонесиені рәсімдеу үшін Қазақстан Республикасының азаматы болуы керек, клиенттің жасы 21-ден асуы қажет, тұрақты айлық табысы ресми дәлелденуі міндетті. Әрбір екінші деңгейлі банк өз клиентін жеке зерттейтінін білген дұрыс. Оның ішінде тұтынушының несие тарихы, табыс көзі және тағы да басқа шарттар міндетті түрде қаралады. Жетінші сұрақ. Жаңа бағдарлама бойынша қандай көлік маркалар бар? Негізі жеңілдетілген автонесие бойынша мына көліктер түседі. Chevrolet, Hyundai, Skoda, Чак, Kia, Lada және Renault. Дегенмен бұл көліктердің барлық маркасы қолжетімді емес. Осының ішінде 10 миллионнан асып кетпейтіні ғана саудада болады. Қазір әлемдік экономикалық ахуалға байланысты көптеген көлік бағдарламадан шығып қалуы мүмкін. Әзірге 10 миллион теңгеге дейінгі жеңілдікпен автонесиелеудің жаңа бағдарламасы бойынша сатып алуға болатын автокөліктердің тізімі мынадай.